Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша геометриялық фигуралардың жазба тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз бүгін 161 және 162 сабақты қосып өтетін боламыз. Оқу мақсатымыз: кеңістік геометриялық фигуралардың жазбасын дайындау және олардың моделін құрастыру. Дескрипторы: кеңістік геометриялық фигуралардың жазбасын тануды, фигураларды олардың жазбасымен сәйкестендіруді және үлгісін құрастыруды үйренесің. Ендеше оқулығымыздың 115 бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Жазба дегеніміз геометриялық фигураларды жасау үшін, құрастыру үшін керекті сызбасы. Мынау текшенің жазбасы деуге болады. Осыны міне сызықтар арқылы, бүктеу арқылы бір-біріне желімдеп, мынандай текше құрастыруға болады. Сіздер бұндай текшені құрастырып жүрсіздер және оның жазбасы екенін сіздер білесіздер. Ал енді қалған жазбалар қай фигураның жазбасы екенін анықтап, өз ойыңызды айтыңыз. Балалар, мынаны есте сақтаңыздар. Пирамиданың жазбасы, табаны көп бұрыштан тұрады пирамиданың, ал бүйірлері, төбесі бір болып келетін үш бұрыштардан құралады. Ал жазбасы сол табаны болатын көп бұрыш болады және бүйірлері болатын үш бұрыштардан құралған жазба, ол пирамиданың жазбасы болады. Бірінші пирамиданың табаны үш бұрышты, табаны үш бұрышты және бүйір қабырғалары болып табылады. Бүйір жақтары болып табылатын үш бұрыштардан құралған міне бұл пирамиданың жазбасы. Мына пирамиданың жазбасы мынау, өйткені оның табаны төрт бұрышты, сол төрт бұрышты табаны бар және бүйір жақтары үш бұрышты болып келеді. Бүйір жақтары үш бұрышты. Пирамиданың жалпы қандай пирамида болса да, оның бүйір жақтары міндетті түрде үш бұрыш болып келеді. Мынаның табаны алты бұрыштан құралған, ал бүйір қабырғалары үш бұрыштан құралған. Мынау табаны алты бұрыштан құралған және бүйір жақтары үш бұрыштан құралған. Бұл мына пирамиданың жазбасы. Ал біздер қазір қағаздан табаны шаршы болып келетін пирамиданың жазбасын әзірлеп және оны бүктеу, желімдеу арқылы пирамида жасайтын боламыз. Ол үшін қабырғасы 7 см болатын шаршы сызып аламыз алдымен. Міне шаршымыз дайын. Және осы шаршының бір қабырғасының дәл ортасына 6 см болатын нүктені белгілейміз және осыған біздер мынандай үш бұрыш құрастырамыз. Осындай үш бұрышты біз төрт жағына бірдей жасап шығамыз. Міне біздің пирамидамыздың жазбасы дайын болды. Мынау табаны, мынау бүйір жақтары үш бұрыш болып келетін. Бір-біріне желімдеу үшін біздер мынандай артық жер қалдырсақ болады. Оны екі жағынан да жасауға болады. Мына бүйір жақтарының немесе бір жағынан жасасаңыз да болады. Осылай жасап алып, осыны қиып қайшымен мына сызықтардың бойынан бүктеп пирамида жасаңыздар. Төртінші тапсырмаға келеміз. Төртінші тапсырмада бөлімдері бірдей бөлшектерден құралған теңдеу берілген. Бұндай теңдеудегі кәдімгі натурал сандармен орындалатын теңдеу тәрізді орындаймыз. Алдымен мына өрнектің мәнін табамыз. 60-тың бөлімін бірдей болғандықтан біреуін ғана жазамыз да, 34 пен 8-дің қосындысын табамыз, яғни 42. Қосу y жазамыз, тең. Енді теңдіктің оң жағындағы өрнектің мәнін табамыз. 60, 40 бөлме 16 қоссақ 57. Міне бізде мынандай жай теңдеу пайда болды. Бұл жерде екінші қосылғыш белгісіз болып тұр. Екінші қосылғыш табу үшін міне мына қосындының мәнінен бір қосылғышты азайтамыз. Яғни астына жазасыздар y тең 60
57 азайту 62. Оның астына y тең неше болатынын жазасыздар. Бөлшек түрінде берілген теңдеу болғандықтан, бұл теңдеудің шешімі де бөлшек болатынын ескеріңіз. Міне мынандай берілген теңдеу, біз сол жағын өзгеріссіз қалдырамыз да, оң жағындағы өрнектің мәнін табамыз. Енді мынандай теңдеу жай теңдеу болды. Бұл жерде азайтқыш белгісіз болып тұр. Азайтқыш белгісіз болса, азайғыштан, мына санына 30-дан 18-ден айырманың мәнін азайтамыз. Яғни 30-дан 18-ден 30-дан 10-ды азайтамыз. Яғни жазасыздар астына x тең 30-дан 18 азайту 30-дан 10. Оның астына x тең неше болатынын жазасыздар. Бұл бөлшек түрінде берілген теңдеу болғандықтан, бұл теңдеудің шешімі бөлшек сан болатынын ескеріңіз. Төртінші тапсырмада бізде есеп берілген, соның сызбасын сызамыз. 2 пункт бар, арасы 10.000 километр. Бір-біріне қарама қарсы әуе трамвайы қарсы жүрген. Олар 4 сағаттан кейін кездесті. Біріншісінікі 1300 км сағат, ал екіншінің жылдамдығы белгісіз. Ол үшін біз алдымен, міне, біріншінің жүрген жолы, міне қызыл түспен берілген біріншінің жүрген жолын тауып аламыз. Өйткені бізге екіншінің жылдамдығын табу үшін оның жолы керек. Мына жүрген жолы, міне уақыты берілген, ал енді жылдамдық табу үшін жүрген жолы керек. Ал оның жүрген жолын білу үшін алдымен біріншінің жүрген жолын тауып аламыз. Яғни 1300 жылдамдықты уақытқа көбейтетініміз сіздер білесіздер. Міне бұл шыққан біріншінің жүрген жолы. Барлығы 10.000 болса, осының біріншінің жүрген жерін алып тастайтын болсақ, екіншінің жүрген жолы қалатыны белгілі. Яғни мына жерде шыққан санды мына жерге қойғанда 10.000 азайтамыз, ол шыққан екіншінің міне жасыл түспен берілген жолы. Демек, жолы белгілі болса, уақыт белгілі болса, жылдамдықты қалай табу керек екенін білесіздер. Осы жолды уақытқа бөлеміз, сонда екінші әуе трамвайының жылдамдығы шығатын болады. Балалар, дәптерлеріңізге осы сызбаны сызып, шешуін жазып, көп нүктенің орнына тиісті сандарды қойып, осы есептің жауабын табыңыз. 5-ші тапсырмада амалдар, өрнектер берілген, бірнеше амалдан тұратын, оның амалдардың орындалу ретін сақтай отырып, өрнектің мәнін табыңыз. Сіздер білесіздер, міне жақша жоқ уақыт болса, алдымен көбейтумен бөлу орындалады. Және оның қайсысы бірінші тұрса, сол орындалады. Біздің бірінші жағдайда бөлу тұр, бірінші бөліп шыққан санды көбейтеміз. Соңынан 3202-ден сол көбейткен санымызды азайтамыз. Екіншісінде алдымен жақша орындалатын сіздер білесіздер. Одан кейін жақшаның сыртында көбейту және бөлу бар. Қайсысы бірінші тұрса сол орындалады деп мен айтып кеттім. Әрине алдымен бірінші көбейтіп аламыз. Мына екі санды, сол көбейтіндінің мәнінен жақшаның ішіне шыққан санды бөлеміз. Мұнда өрнектің мәні шығатын болады. Келесіде жақша жоқ, бұл жерде көбейту, қосу, бөлу. Алдымен көбейту мен бөлу орындалатын білесіздер. Және қайсысы бірінші тұрса сол орындалады. Алдымен екі санды көбейтіп аламыз. Кейін екі санды бөліп шыққан сандарды бір-біріне қосамыз. Үшіншісі сіздерге оңай. Қалай орындау керек екенін білесіздер. Сіздер дәптерлеріңізге осы өрнектерді жазып, амалдардың орындалу ретін сақтай отырып, өрнектің мәнін табыңыз. Ендеше балалар, үй тапсырмасы. Оқулығымыздың 121 бетіндегі 9-шы тапсырма. Конус тәрізді бас киім әзірле. Бізге керек заттар: қағаз, жіп, желім, радиусы 35 см болатын шеңбер сызып аламыз. Осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.